Баршаңызға сәлем, денсаулыққа пайдалы кеңестер арнасына қош келдіңіздер. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы бұрыннан-ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінен бастау алған дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған, ал ер азаматтар жорыққа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған екен. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жұмыртқа жайлы сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Жұмыртқаны қайнатып немесе қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтермен, дәрумендермен толықтыруға болады. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен секілді элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап бас аяғы 13 дәрумен кездеседі екен. Жұмыртқада калорий аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 ғана калорий болады. Ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның қатысында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартады. Тістердің маржандай таза, сүйектердің мықты болсын десеңіз, ас мәзірге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Сонымен қатар жұмыртқа бет күтімінде пайдалы екен. Бір жұмыртқамен бір ас қасық балды араластырып, бетіңізге жағып 15-20 минут ұстаңыз. Кейін жылы сумен шайыңыз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен шайыңыз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, ұштанбауына септігін тигізеді. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйде басыңыз. Сонымен қатар, тамақ қатты ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабығы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен болуы мүмкін. Жұмыртқада адам ішегіне зиянды ішек инфекцияларын тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, құстарды емдеуде антибиотиктердің артық мөлшері, құс азығына түрлі қоспаларды қосу да адам денсаулығына теріс әсер беруі мүмкін. Сондықтан құсқа беретін азыққа аса мән берген жөн. Бүгінде укол болмаса, дәрі-дәрмек салу арқылы жұмыртқаны саудаға айналдырып жатқан адамдар бар. Ал құстағы жұмыртқаның толық дамымаған себебінен оның адам баласының денсаулығына кері әсер беруі мүмкін. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына мән беріңіз. Жұмыртқа сыртында Д деген жазуы болса, ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақтау мерзімі 7 күн. Ал егер С деген жазу болса, ол столовый, яғни асханалық деген сөз. Яғни асқа пайдалануға арналған жұмыртқа. Жұмыртқа сыртында таңдаулы деп тұрса, ол сапасы ең жақсы жұмыртқа деген сөз. Бірінші категория деп тұрса, онда таңдаулы жұмыртқадан кейінгі санатты жұмыртқа дегенді білдіреді. Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрса, оны жуып тазалап алған жөн. Өйткені жұмыртқаның сыртында түрлі бактериялар болуы мүмкін. Жұмыртқаның миға пайдасы. Холин дәрумені мидың құрылыс материалы болып табылады. Күніне 2 тауық жұмыртқасын тұтынғанда ағза қоректік заттардың жеткілікті мөлшерін алады. Холиннің төмендеуі есте сақтау қабілетінің төмендеуіне алып келеді. Жұмыртқаның көзге пайдасы. Жұмыртқа лютеиннің көп мөлшерін қамтиды. Ол зат көздің айқын әрі өткір көруіне жауап береді. Жұмыртқаның арықтауға пайдасы қандай? Американдық ғалымдар төменгі калориялы диета мен таңертеңгі асқа жұмыртқаны бірге қолдану азуды 2 есе жылдамдататынын анықтаған.
жұмыртқаның қартаю процесін баяулататын қасиеті бар. Бұл жөнінде Нидерланды ғалымдарының зерттеулері дәлел болады. 35-тен 40 жас аралығындағы 87% әйелдерде пигмент дақтары жоғалып, тері татылған. Ғалымдар жұмыртқаның пайдасы туралы көп айтады. Соның ішінен бірер қызықты дерек жинап көрдік. Жұмыртқа тойымды болып келеді. Жұмыртқаның құнарлы екені бәріне белгілі. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, жоғары сапалы ақуыз бен майлар бар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс айтамыз. Арнамыздан шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше.